Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздермен бүгін қазақтың ұлттық тағамы қарын бүрме жасайтын боламыз. Ең алдымен біз керек заттарымызды алдын ала дайындаймыз. Бізге керегі қарын, одан кейін көкөністер, одан кейін ет және қазы, ине жіп. Қарынды тігу үшін бізге ине жіп керек болады. Ең алдымен біз пиязымызды не үлкен емес, не кіші емес қылып, орташа қылып турап аламыз. Туралған пиязымызды ыдысымызға саламыз. Одан кейін помидорымыздың керек емес жерін алып тастап, помидорымызды да үлкендеу етіп тураймыз. Кейбіреулері бұл қарын бүрменің ішіне капуста салып жатады. Мен капуста салмадым. Ішіндегі ингредиенттерді де өздеріңіздің қалауларыңызша салсаңыздар болады. Мана біз тәтті бұрышымызды турап салдық. Енді сәбізімізді тураймыз. Сәбізімізді үлкен-үлкен етіп турап аламыз. Бұны да ыдысымызға салып, мен картошканы сол күйінше салдым, өйткені картошка менде орташа картошкалар. Одан кейін чеснокты де сол күйінше салып, аскөгімізді енді тураймыз. Туралған аскөкті де ыдысымызға салып, енді барлығын қолымыздың көмегімізбен араластырамыз. Немен тұз, қара бұрыш сепкен жоқпын, өйткені қарын да еттің барлығы тұздалған. Тұзы ащы болып кетуі мүмкін. Енді қарынның мен бір жағын тігіп дайындап алдым. Енді еті бар сүйекті біз қарынның ішіне саламыз. Қарынның ішіне салдық. Енді көкөністерімізді, яғни картошка, сәбіз, пиязымызды ішіне әдемілеп салып аламыз. Сіздер бұл қарын бүрмені не духовкада пісірсеңіздер болады, не асып та пісірсеңіздер болады. Мен духовкам істемей тұрғандықтан мен асып жасадым. Енді қазымызды саламыз. Одан кейін тағы да көкөністерімізді саламыз. Барлығын әдемелеп орналастырып аламыз. Енді қалған еттерімізді де салып, қарын жыртылып кетпейтіндей қылып салуымыз керек. Барлығын салдық. Енді қарынның бір жағын әдемелеп тігеміз. Қарын жыртылып кетпеу керек. Мана мен қарынның екі жағында әдемелеп тігіп алдым. Мана қараңыздар, видеодағыдай қарап тіксеңіздер болады. Енді мен мұздай су құйып, оның үстіне қарын салып қойдым. Мына біздің қарынымыз қайнап жатыр. Сіздер 3-4 сағат қайнату керек. Мына дайын болған қарын бүрменің екі шетіндегі бағанақ тігілген жіптерін алып тастаймыз. Жіптерін алып тастап болдық. Енді қарынды жайлап кесеміз. Мына мен кесіп жатырмын. Ыстық болғаннан кейін менің қолым сәл күйіп кетіп жатыр. Мына ішіндегі қазысын алдым. Қасын әдемелеп алып турадым.
мына ішінде картошкалары да, еттері де жұмсақ болып піскен. Қазысын турап жатырмын. Қазысын турап, әдемелеп бетіне салып қойдым. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Қара Көз.